Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Дайындық тестінің келесі есептерін шығаруды бастаймын. Ал сіз каналға тіркелмеген болсаңыз, лайк қойып, комментарий жазып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз, иә? Ал сәттілік. Маған бірнеше сұрақ келіп жатыр комментарийға. 10 күнде үлгерем ба, 15 күнде үлгерем ба? Ол сіздің осыға дейінгі оқу деңгейіңізге байланысты. Егер оқу деңгейіңіз жақсы болса, үлгересіздер әрине. Біз көбінде бұл жерде логикалық тесттерді талдайтын боламыз. Ал кеттік ендеше бірінші есеп. Бірінші есеп сағатқа байланысты есеп. Яғни бізде 4 түрлі уақыт берілген, иә? 2:31, 13 болып тұр, 3:13 болып тұр. Екеуінің арасы, мынаны азатын болсам, 42 минут. Екеуінің ортасы да 42 минут. Екеуінің ортасы да 42 минут. Егер сіз қараңыз, 3:13-тен 2:31-ді азайта алмайтын болсаңыз, мына 3-тен біреу мына жаққа береміз. Біреу береміз дегенде 3-тен біреу беріп 14 деп жаза алмаймыз. Маяқта 3 сағат, осыдан 1 сағатты ала тұрамыз. 1 сағаттың ішінде 60 минут бар. Значит, 13-ке 60 қосамыз, сол кезде неше минут болады бізде? 73 минут болады. 73 минуттан азайтамыз 31-ді. Сол кезде 2, мына 42. Осылай шығады екен. Мына жерде қалды бізде 2. 2 сағат 73 минут болды сол кезде. Мына жақтарды солай есептейтін боламыз. Ары қарай мына 4:37-ге сұрақ белгісінің орнын табу үшін 42-ні қосамыз. 4:37-ге қосамыз 42 минутты. Қосқанда 9, 7, 4. Бізде мынандай минут жоқ, 79 минут. Сол себептен мына жерде 60-ын 1 сағатқа айландырып жібереміз. Сонда 5 сағат 19 минут болады екен. Минутта келеміз, 5, 19. Түсінікті деген ойдамын. Келесі есепке қарайық. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз. Жалпы былай сізде сурет берілген кезде бірінші арық пи, екінші арық x, мынау бізде y, мынау бізде z білдіріп тұр. Осыны ортадағы сурет қандай екенін анықтау үшін просто апарып қосамыз. Пидің аяғы болу керек бізде, иә? Пидің аяғы, так, x-тің мына жерде бұрышы болды, сонымен x аяқталды. Так, z, мына жерде тағы басы болады, болар. Z и y-тің басы жетіспей тұр. Сол кезде мен қызылмен сызып көрсетемін, өйткені көрінбей қалды онда. Менде мынау тура осындайды енді іздейміз. 3 шаршы, төбесінде 2 шаршы. Мынау бізде болмайды, мынау бізде болмайды, 3 шаршы жоқ, болмайды. Так, мынау бізде 3 шаршы бар, бірақ мынау айырылады. Так, мынау келіп тұр, біз міне бояған. 1, 2, 3, астында 1, 2, 3. Мына бұрышын бар. Сонда е нұсқасы болады екен. Ары қарай кеттік. Келесі есепке көшейік, балалар. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды тап. Ол бізде мынау 121-дің квадраты, иә? Мынаны квадраттаймыз, азайтамыз, значит. Мына жерде де квадраттаймыз 64, онда азайтамыз 54. Квадраттаймыз 49, азайтамыз 4-ті 45. Мынада да сондай. 5-тің квадраты ол бізде 25. 24 шығу үшін 1-ді азайтар екенбіз. Ответі 1 болады екен. Келесі сұрақ. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз. 12 шығу керек. Мына екеуін қоссақ 16. 16-тан 4-ті азайтайық. 12 шығып тұр. Мына екеуін мынаған қарайық. Қосамыз
1-ге қосамыз 4, астын қосамыз 5. 5-тен азайтам 1-ді, 4 жоқ 4. Значит, мынада да сондай, иә. 6-ға қосамын 5-ті, 11. 11-ден 2-ні азайтам 9. Ары қарай кеттік, балалар. Берілген фигураны жинағанда қай куб шығады? Так. Еден бассақшы, аяғынан бассақшы бізде. Мында 3 нүкте деген мүлдем жоқ, иә. Ал болмайды ответ. Так, мынаған қарайық. 2 нүктенің қасында мынаны бүкшеген кезде мына шетіне келеді дейді. Мынаны бүктейік. Мынау мына жерге түссе, мына төбесінде болады. Мынау шетінде болады. Мынау арғы шетінде болады, иә. Мында ответі сәйкес келуі мүмкін. Қазір қарайық тағы да. С. Мына мен мынау екеуі қатар тұр, бірақ мынау бөлек тұр, келмейді мынау. Бізде мынандай, мынау вертикально тұр, мынау жерде горизонтально тұр, мынау ответ бола алмайды. Енді А мен Д-ны салыстыру керек бізге. Так. Мынау бізде астында қалып кетті деп елестететін болсақ, мынау төбесін ойландырып алып келетін болсақ, балалар қараймыз. Бүктейік мынаны. Тура осылай тұрған кейінге мынау шетіне түсу керек. Мына если бүктеп қойсақ, мынаны апарып бүйтіп қоршап істейтін болсақ, мына төбесінде тұрады. Құлататын болсақ, мына бір жерге, мына 2 дөңгелек қасына түседі. Мынаныкі дәл осындай болады. Мынау бізде шетіне түсе алмайды. Сол үшін А болады, балалар. А да бола алмайды. Кеттік келесі. Сұрақ белгісінің орнында қандай болады? Кестеде қарау керек, иә. Так. Астынан бастап қарасақ, қарайық, балалар. Мынаның симметриясы, мынаны бүктеген кезде былай, тура былай мына екеуі мына жаққа көшіп тұр ғой. Мынаны алып, мына бір жерді алып, тура апарып мына жерге қоя салған сияқты болып тұр ғой. Значит, мынау да сондай болады. Мынау мынаны қайталап тұр, иә. Значит, мына жақтағы сурет мынаны қайталайды. Тура осыны қайталайды. Плюсімен. Значит, мына жерде мындай болады. Пока осы суретті іздейікші жауаптан. Так, біріншісі мынау бізде вертикально тұрған жоқ, горизонтально тұр, мынау да келмейді. Мынау С болуы мүмкін. Асты бірақ келмей тұрған сияқты. Асты келмейді. Мынау бізде горизонтально тұр. Еде. Е бізде ответ болады екен. Қараймыз, мынаны мына жерге көшіріп тұр. Былай. Былай. Мынау боялған. Мынау боялған. Сонда ответі Е болады. Келесі сұрақ. Маған 8 болу үшін плюс 6, плюс 3, плюс 6, плюс 3. Сонда x-іміз 20 болады, иә. Келесі 6-ны қосамыз ғой. Плюс 6. Сонда мына жердегі мән 26 болып тұр. Маған y-ті мәнін табу керек. Сонда бізде мынандай теңдеп шығып тұр ғой. X бізде 20 плюс y екен, бізде x плюс y деп тұр ғой. Оның 26-ға тең екенін білеміз. Осы жерден y табатын болсам, 20-ға қаншаны қоссам 26 шығады, 6-ны қоссам, иә. Так, ары қарай кеттік. Так. А, Б, С, Д әріптерінің әрқайсысы бір натурал санға тең. Бірінші фигурадан берілген амалдардың екінші фигуралы сандар табылады. М сан нешеге тең? Мынаны қайталап тұр ғой. Мынау А, Б мен А, Б. Мынау С, А деген М-ге тең. Бізге осы керек қой. М-ді табу керек қой.
Значит, бізде m тең с қосылған a бөлінген 2-ге тең дейді. Қалғандардың бәрі бірдей болып тұр, балалар. Мен с-ді мен с-ді, a-сы мен с-ді барлығы сәйкес келіп тұр. Значит, бізде a-ның b-ға қатынасы 1 бөлінген 2-ге тең. B-ның d-ға қатынасы 36-ға тең, міне ортасында. S-ның d-ға қатынасы 1 бөлінген 6-ға тең. Так, осы жерден, мына жерден, так, b-ны тауып алайық. B тең болады, или пропорциямен көбейтетін болсақ. Мынау 2a болады. Мына жерде де былай пропорциямен көбейтейік. D-міз тең болады 6-сыға. Осы жерде апарып орнына қоятын болсақ, b-ның орнына 2a-ны қоям. 2a көбейтілген d-ның орнына 6-сыны қоям. 36. Так, мына жерде 12a көбейтілген с тең 36. Осы жерден a көбейтілген с менде 12-ге тең болады екен, иә? Жоқ, 12-ге тең болмайды, 12-ге бөлеміз ғой. 36-ны 12-ге бөлетін болсам, 3 шығады. Берілген оқитын болсақ, мына сандардың барлығы натурал сан. Значит, натурал сан болатын болса, a мен с-ның көбейтіндісі, a көбейтілген с, ол қандай да бір 1 мен 3-тің немесе 3 пен 1-дің ғана көбейтіндісі бізде 3 шығады ғой. Сол себептен мынаның орнына кез келген қоя саламыз, 1 мен 3. m-ді табатын болса, с-ны 1 деп ойлайық, a-ны 3 деп ойлайық. Орындары бізге маңызды емес, иә? Азайту емес қой өйткені. Қосылғыштардың орнына ауысқанымен көбейтінінің мәні өзгермейді. Так, қосамыз. 4. Сонда m-міз 4 болады екен. Ары қарай кеттік, балалар. Так. Мына жерде мынаған қоссаң, мына жерде не шығады, соны табу керек. Бізге мынаны апарып тура мына жерге апарып қоя саламыз орнына. Былай қосатын болсам, мынаны ерзіліп алайын, иә? Так. Былай, мәселе. Значит, мынаған, мына фигура общий шығады, мына екеуін қосқан кезде. Значит, мына жерге жетпей тұрғаны қосуым керек. Мынаны қосам. Мынаны қосам. Мынау қосылады. Мынау шығу керек маған. Мына жерді қосамын. Былай қосамын. Астына былай қосамын. Ой. Тура осы фигура. Так, былай. Мынау бізде мына келмей қалды. Мынау бізде очень келмейді. Так, былай, 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 былай. Бұл келіп тұр ғой, иә? Мынау келмейді. Мынау да келмейді. В болады ответ. Ары қарай кеттік. Берілген фигура неше бірлік кубтан құрастырылған. Мынаны просто апарып қосып аласыздар. Сонда неше куб екенін анықтаймыз. Бөліктерге бөліп тастаған ғой. Бәрін бөліп шығу керек. Так, былай, былай, былай. Бізде қарайтын болсақ, 2 бөліктен шығып тұр, иә, міне? Так, былай, былай. Мына бірінші беті бар. Былай есептеп шығайық, давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бер жағында 8, ар жағында 8, 16 бар бірінші қатарда. Екінші қатарда да дәл сондай соны қайталап тұр, 16 плюс. Одан кейінгі қатар міне. Былай болып тұр ғой. 1, 2, 3, 4. Значит, оның ар жағында да 4 бар. Ол 8 болады, плюс мынаның бетінде де біз жаңағыдай санағанда 16 шығу керек. Былай, былай қосып шығу керек олар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Оның арғы бетінде. Мына жағында да 8 бар. Общий 16. 16 жердегі 3-ім 48. Оған 8-ді қосамын. 48-ге 8-ді қоссам 56. 56 бірлік бар екен.
Так, ары қарай кет. Неше шаршы бар? Так, санайық. Ішінен бастайық. 1, 2, 3, 4. 4 шаршы қосылған. 10 сыртында 4 иә? 1, 2, 3, 4. И мынамен 5 общий. Сыртындағысымен. 5 плюс мынау. 1, 2, 3, 4. Мына сыртындағымен 5. Плюс 5. И мына ең шетіндегі сыртындағысынан тағы 5. Біреу, иә? Так. Біреу. 9, 14, 15. 15 шаршы бар екен. Ары қарай кеттік балалар. Y плюс Z плюс X, иә? Осы жерін қосындысында көріп. Так, мына жерде былай берілген кезде 1, 2, 3, 4. Мына жерде X-іміз, значит, 4 болады. X-тен 4 деп жазылар. Ал бізге 4 береді. Так, мына екеуінің қосындысы мынаны беріп тұр. Мына үшеуінің қосындысы мынаны беріп тұр, дұрыс па? Мына екеуінің қосындысы 7-ні беріп тұр. Так, мына жерде де бізде сондай. Мына екеуінің қосындысы мынаны береді. Z-іміз, значит, 10 болады. Мына. Мына екеуінің қосындысы 10-ды беріп тұр. Мынау ортасындағы үшеуінің қосындысы мынаны беру керек. Өйткені мына үшеуінің қосындысы 19-ды беріп тұр ғой, балалар. Мына қараймыз. Мына үшеуінің қосындысы 19-ды беріп тұр. Мына үшеуінің қосындысы мына Y-ді беру керек. Так. 9 ғой. Сонда мына үшеуін қосатын болсам, мынаны береді ғой. Так. 16. 16-ға 7-ні қоссам, 23. Енді мына үшеуін қосу керек. 4, Y-ім менде 23-ке тең. Z 10-ға тең. Қосайық. 27, 10-ды қоссам 37. Балалар осындай есептерді ойланып шығаратын болсаңыздар, сізге міндетті түрде көмегі тиеді. Ары қарай кеттік. Төменде барлық қатардағы амалдар бірдей ереже арқылы құрастырылған. Квадраттың ішіне плюс, минус, бөлу, көбейту амалдарын қарастыру арқылы, орналастыру арқылы үшінші қатарда x-ті мәнін табыңыз. Мына жерге 26 шығу керек. Так, мынаны бөлу десек. Қанша болады? 4 болады. 4-ке 5-ті көбейтейік. 20 болады. Мына жерге 4 көбейтілген 5 менде 20 болады. 20-ға 7-ні қосам, мынау значит қосу болады. 27 минус 1 26 шығып тұр. Значит, бөлу, көбейту, қосу, азайту. Мына жерде де сондай болады. Бөлу, көбейту, қосу, азайту. Значит, мынадан азайтсам менде 5 емес. 72-ні 18-ге бөлсем 4 болады. 4-ті 2-ге көбейтсем 8 болады. 8-ге 5-ті қоссам 13 болады. 13-тен 9-ды азайтсам x-ім 4 болады екен, балалар. Ары қарай кеттік. Келесі есеп. Келесі есеп. Төменде геометриялық фигуралардың әрқайсысы белгілі бір амалды білдіреді. Сұрақ белгісінің орнына қандай теңдеу болуы керек? Так, бізде мынандай квадрат, ол бізде кубты білдіреді. 3 бұрыш 2-ге көбейту деген сөз, домалақ 5 дәреже деген сөз. 3 бұрыш ол менде 2-ге көбейтем. Домалақ 5 дәреже деген сөз.
4 3 кубы деген сөз. Так. X домалақ. X домалақ менде домалақ болса 5 дәреже деген сөз. 4 бұрыш болатын болса, ол менде куб деген сөз. Y куб. Оның сыртында 3 бұрыш болса, 2-ге көбейтем деген сөз. Значит, мынандай теңдеуді белгілейсіз ответтен. Ары қарай кеттік. Соңғы сұрақтың бірі. Соңғы сұрақ точнее. Есептейік. Так. Мына жақтан алардың бәрін қосып алайық. Так, не екен қосам. 30. 30-ға 25-ті қоссам қанша болады? 30, 55, 55-ке 31-ді қоссам 6, аха, 6 и 13-ті қоссам, общий қоссам, мына жақта 99 болып тұр, иә? Так, дәл осылай. Значит, мына жерде мына екеуінің қосындысы, менде X пен Y-тің қосындысын мынадан алып тастасам, шығады ғой мына жерден. Былай жазайын. X қосылған Y ол тең болады. Үшеуін қоссам қанша шығады? 34, 34-ке 19-ды қоссам 53 шыға ма? 53. 53-ті ол 99-дан азат тастайын. 9 минус 53. Сонда Y плюс X менде қанша шығып тұр? 46 килограмм. Так. Сонда мына беттің қосындысын тауып аламын енді. X міне 26 қосылған 12 қосылған 34 қосылған X плюс Y. Мен X плюс Y-тің 46 екендігін білем. Сонда оның барлығын қосатын болсам, есептеп қоссам, қанша шығады балар? 118 шығады екен. 118 килограмм шығады екен содан ерте. 118 килограмм. Енді Z-ті табу үшін маған бәрін қосып 118-ден азайту керек қой. Z-ті табу үшін қосам 21 қосылған 40. 18 минус жақша ішінде 21 қосылған 40 қосылған 11 қосылған 7. Мынаның ішін есептеймін, қанша шығады? 61. 61-ге 11-ді қосам. 79 шығады. И одан азайтам. Z тең болады. 118-ден 79 азайтам. 39 килограмм шығады. Жер чисто арифметика болып қалар. Жақсы. Келесі видео шығу үшін комментарийға жазылып, лайк қойып, достарыңызға жіберіңіздер, чтобы мен көбірек видео салу үшін. Жақсы, сау болыңыздар.